Келесі 580 есептің біріншісін шығарайық. 12-ден 5 көбейтілген а деп отқанымыз 4-ке тең дейді. 4 бөлшектің бөліміне 1-ді қоямыз. Қосылған 7 тең. Қысқартайық, 4 санының өзіне 1-ге тең болады, 3-ке тең болады. Бөлшектің бөлімі 3 көбейтілген 1 3-ке тең болады, алымы 5-ке тең болады. Қосылған 7. Сонда 7 бүтін. Жоқ, алымында үлкен сан бар екен ғой. Сонда 1 бүтін 3-тен 2 болады. Қосылған 7. Сонда 8 бүтін 3-тен 2-ге тең екен. Келесі екіншісін шығарайық. 9-дан 4 көбейтілген в деп отқанымыз 4-тен 3 қосылған 3-тен 2 тең. Қысқартайық, 3 санына 1 болады, 3-ке тең. Қысқартып жіберсек 1-ге тең болады. 3-ті 1-ге көбейтетін болсақ 3-ке тең, алымында 1-ге тең болады. Қосылған 3-тен 2. Так, алымында 3-ке тең болады, бөлшектің бөлімі 3-ке тең болады, сонда бөліп жіберсек 1-ге тең болады екен. Келесі үшіншісін шығарайық. 5-тен 2 қосылған 1 бүтін 4-тен 1 көбейтілген амыз 1 бүтін 5-тен 3 тең. Аралассандар бұрыс бөлшекке айналдырып алайын. 5-тен 2-ні өзін жазып қоямын. Қосылған 4 5 болады. Көбейтілген 5-ні өзін жазып қоямын. 4 8-ге тең болады. Тең. Қысқартайық, 2 болады, 1 болады. Қысқартайық, 1-ге тең болады. Сонда 5-тен 2 қосылған 2 болады. Бөлшектің бөлімі 1-ге тең болады. Сонда 2 бүтін 5-тен 2-ге тең болады екен. Келесі төртіншісін шығарайық. 2 бүтін 10-нан 3 в-мыз 2 бүтін 2-ден 1-ге тең болады. Қосылған 2-ден 1 тең. Так, 10-ның өзін жазып қоям. 23 болады. Көбейтілген 2 4 5-ке тең болады. Қысқартайық, 5 санының өзіне 1-ден болады, 2-ден болады. Қосылған 2-ден 1. Так, көбейтіннің бөлшектің бөлімі 4-ке тең болады, алымы 23-ке тең болады. Қосылған 2-ден 1-ге тең болады. Ортақ бөлім береміз. Так, 2 санынан берейік. Сонда 4 болады, 23 қосылған 2. Сонда 4-тен 25-ке тең. Оны жай бөлшекке айналдыратын болсақ, так, 4 саны ішінде 5, 6 рет бар. 6 рет бар, 4, 1 болады. 6 бүтін 4-тен 1-ге тең болады екен. Келесі 581 есептің біріншісі. 1 килограмм кәмпиттің бағасы 350 теңге. 1 бүтін 5-3 килограмм кәмпиттің бағасы неше теңге дейді. Яғни 1 килограммнан асық, иә. Онда 350-ді көбейтеміз 1 бүтін 5-тен 3-ке тең. Онда 350 санын өзін жазып қояйын. Аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 350-ның астында 1 бар деп есептейміз. Сонда 5 болады. Так, 8-ге тең болады. Қысқартайық. 1-ге тең болады, 70 болады. 70 санын 8-ге көбейтетін болсақ, нәтижесі 560-ға тең болады. Яғни 1 бүтін 5-3 килограмм кәмпиттің бағасы 560 теңгеге тең екен. Келесі екіншісін шығарайық. 1 сантиметр куб алтынның массасы 19 бүтін 10-нан 3-ке тең екен. Енді 20 сантиметр куб алтынның неше грамм дейді. Көбейтілген 20 дейміз. Бөліміне 1-ді тіркейміз. Сонда араласаны бұрыс бөлшекке айналдырып алайық. 10 болады, 193 болады екен. Көбейтілген 1 20. Қысқартайық, 2 санына тең. 193-ті 2-ке көбейтетін болса 386-ға тең болады. Яғни 20 сантиметр куб алтын 386 грамм болады екен. Келесі үшіншісін шығарайық. Жердің жасанды серігі 7,9 км жылдамдықпен
ұшырылды. 8 секундта қанша қашықтық барады. Яғни көбейту керек еді ғой, сонда 7,9-ды көбейтеміз 8 секундқа. Яғни S-ті табуымыз керек бұл жерде. Сонда жылдамдықпен уақытты көбейткенге тең. Сонда 10 болады, 70-79 көбейтілген 8 бөліміне 1. Так, қысқартамыз. Так, 2 санға қысқартатын болсақ 5 болады, 4 болады. 79-ды 4-ке көбейтетін болсақ, бізде 316-ға тең болады, оны 5-ке бөлейік. Сонда 63,5-1 километрге барады екен. Келесі 582-ші есеп шығарайық. Квадраттың қабырғасы 2,4-3 дециметрге тең. Яғни А дегеніміз 2,4-3 дециметрге тең екен. Квадрат дегеніміз барлық қабырғасы тең фигура. Квадраттың бірінші периметрін табыңыздар дейді. Периметрдің табу формуласын жазайын. Ол бізде 4А-ға тең болады. Ал аудан табу формуласы ол бізде А-ның квадраты болады. Енді орнына апарып есептейік. Периметрі тең 4 көбейтілген 2,4-3-ке тең 4 көбейтілген 4, 8, 10, 1-ге тең болады. Қысқартып жіберетін болсақ 11-ге тең екен. Квадраттың периметрі 11 дециметрге тең болады екен. Келесі енді ауданын табайық. Ол дегеніміз А-ның квадраты 2,4-3-тің квадраты. Араласағаны бұрыс бөлшекке айналдырып жазайын. 4 болады, 10, 1-ге тең болады. 11-дің квадраты болады. Яғни бұл дегеніміз 4-тен 11 санын 2 рет көбейт деген сөз. Сонда бөлшектің бөлімінде 16-ға тең болады. Алымы 121-ге тең болады. Енді араласағаны айналдыратын болсақ, 7,16-тан 9-ға тең болады. Дециметр квадрат. Бұл бізде ауданы. Келесі 583-ші есебіміз. Тігінші бірнеше көліктің әрқайсынан 2,4-3 метрден есептеп орам мата сатып алды. Ол орам матаны әр көйлекке жеке бөлу үшін 7 рет қиды. Так, 7 рет қиса, ол бізде 8 бөлік алады. Орам матадан неше көйлек тігуге есептелді. Мысалы, мынандай ғой, мынандай қандай да бір бөлік алынсын, осыны 2 рет қиятын болса, 3 бөлік алады. Бізде 7 рет қиды, сонда қосылған 1 болады. Бізде 8 көйлек алуға жоспарлаған. Екінші сұрағында орам матада неше метр дейді. Яғни әрбір бөлігі 2,4-3 метр болатын болса, оны 8-ге көбейтеміз. Сонда 4, 8, 10, 1-ге тең көбейтілген 8. Қысқартамыз, 2 санына тең болады. Сонда 22 метр болады. Сонда жауабы 22 метр болады екен.